Қарызға заводтан шығарып беруге мүмкіндік бар. $1 миллиард қалтасында бар. Қытай қарапайым шортимен, тапшықымен жүре беруі мүмкін. Халық ұнатпаса, ол біз қанша пайда қосқанымызбен бекер. Өз көзімен көріп, алатын нәрсесін алып, ұрлайтын нәрсесін ұрлап, көшіретін нәрсесін көшіріп деген сияқты. Мысалы, сендердің халыққа да ұнайды, Қазақстанға да. Кез келген есікке зеленый свет бұл айтқанда. Есіктерін төгіп кіреді. Кеше Қасекеңмен көрмедегі сүмкаларды арладық. Енді бүгін базардағы сөмкелерді аралап көрейік деп тұрмыз. Қасекең бізде сөмке маманы, сөмке бойынша Қазақстанға басқа да тмд елдеріне тек қана осы сөмке өткізумен айналысады. Сөмкенің чемоданы боламақ, ерлер сөмкесі, әйелдер сөмкесі барлығы. Қазір базардағы сөмкелерді көп шығатын боламыз бір қатар. Мына кісі бізде әскери қызметте болған кісі, осындай қызыл кодшысы бар. Кез келген есікке зеленый свет бұл айтқанда. Есіктерін төгіп кіреді. Қатты сөйлейтін де сол. Солай ма? Бұл ақша бізге осындай болып кірсін дейді. Осы ырымдайды. Жаңадан ашылған дүкендер болса болып қояды. Бидайдай болсын, шытырлап бізге дүние жүзінен кесіп отыр да. Таза, мысалы, жазу, пазу, однотонный дейміз ғой. Біз жаққа сондай өтіндіріп, Иә, ұнайды. Бұл базардың не артықшылығы бар? Қай кездерде бұл базардан аласыздар, қай кездерден заводтан аласыздар? Бұл базардың енді артықшылығы болса, жаңа модельдер көп болады бұл базарда. Кешегі мысалы көргізбеден қарағанда мыналардың модельдері жақсы болады. Көргізбеге қарағанда осы жерден жақсы табуға бола ма? Жаңа модельдер, иә. Бұл базар аты қалай аталады? Тянхун деген. Гуанчжоудағы Тянхун базары да? Баға жағынан қалай бұл жер? Баға жағынан енді орта баға деп болады. Орта баға? Иә, орта баға. Халыққа ұнайтын бағалар әртүрлі ғой. Мысалы, сендердің халыққа да ұнайды, Қазақстанға да. Әртүрлі баға бар. Бұл жерде оптым розница да ала беруге бола ма? Оптым негізінен. Негізінде оптым. Жаңа модель бар мекен деп аралап жүрміз ғой. Иә. Енді көзге түсетіндей өзгеше. Енді осы келесі айға өтпесе келесі жылға қандай өзгеріс бар. Сендер жақ ұнайды, бұл да однотонный ғой. Көп әріп не жоқ. Сыртында былай не жоқ қой. Ой өрнегі жоқ. Ой өрнек. Ана мына қалай мақан не жоқ. Қырғын қайта. Ұнайды енді. Әсіресе енді мына Орта Азия мемлекеттеріне жалпы ұнайды осындай модельдер. Бұларды енді мына досымыз, бұлар да сол кішкене модель талдап, жаңа зат ізденіп, сөйтіп енді қарсы айтқанда кәсіптестерінің артықшылығын, кемшілігін көргелі толғайды. Досыңыз ғой, иә? Иә. Бұда өзі фабрика ашады. Өзінің заводы бар? Өзінің заводы бар. Яғни бұл айтқанда бәсекелестерін зерттеу мақсатында жүр ғой? Иә. Қандай артықшылық бар, қандай кемшілік бар деген сияқты. Өзі арнайлы, мысалы, неғылған модельдерді. Мысалы, мен бір модель алып келдім, бұл жерге қойғызбайды. Талап етеді да, салып қояды. Қып қояды. Енді сауда құпиялығы ғой. Сұраған кезде ғана шығарып. Сұраса шығарады, өйтпесе бет алты шығармайды. Әр адам әр түрлі істейді ғой. Қорғайды ғой бұлар да. Енді біріншіден арендасы қымбатырақ. Арендасы. Базардың енді аз дегенде енді мен тұрған жерден енді 5 юанды 10 юан енді қымбат болады енді. Әдеттегенде ұқсас сат. Екінші бұлар сапасын кішкене жақсырақ жасайды.
Өйткені бұл енді кішкене ертерек дамыған ғой бұл жер. Басқа жерге қарағанда. Енді өзімде енді келіп аралау себебім мұнымен жаңа модельдер жақсы шығарады бұлар. Қуанжы жақта жаңа модельдер жақсы шығарады. Өз белгі береді, енді барып салғастырып көрсе, сондай болады. Мына кісі заводы бар кісі, кім Қасекеңнің досы, серіктесі, осы досынан да сумкалар алып жүреді екен. Енді бәсекелестерді зерттеу мақсатында кеше көрмеге келген, бүгін базар аралап жүр, сумкаларын бәрін қарап жүр, қандай жаңа модель бар деген. Бұның сумкалары да осы базарда бар екен, жаңа қарап көріп жатыр. Кейбір дүкендер видеоға түсіруге рұқсат бермейді, себебі шынымен жаңадан шыққан модельдерді көшіріп алу қауіптенеді. Басқа конкуренттер, басқа заводтар жаңадан шыққан бір сумканың моделін болатын болса, соны көшіріп алып, істеп кетеді, сөйтіп ұрлап кетеді деген қауіпте түсіруге рұқсат бермейді. Кеше көрменің өзінде де сондай бір-екі бутиктер солай рұқсат бергізбейді. Түсіруге фото, видео. Бірақ Қасекеңнің досы, мына жақта Қытай өзінің фабрикасы бар кісі жүр, өз көзімен көріп, алып нәрсесін алып, ұрлайтын нәрсесін ұрлап, көшіретін нәрсесін көшіріп деген сияқты. Ол негізі кәсіпте, бизнесте әбден қалыпты жағдай негізі. Кради как художник, дәл бірге бір шығармасы да бір нәрсесін өзгертіп шығаруға болады. Ұрлап десек қате шығар. Елдің артықшылығын үйрен, кемшілігін толықтау ғой енді. Сауда саласында солай ғой, бір-бірінен үйренеді ғой жалпы. Бұл енді кәсіптегі бұл заң болып қой. Жалпы кради как художник көшіргенде де бірге-бір көшіру емес, өзінің артықшылығыңды, өзінің ерекшелігіңді қосып тұрып көшіру. Бұлардың өздері де Еуропадан барып, Америка елдерінен барып, жаңа дизайндарын көріп қайтады, көшіріп қайтады. Сол идеяларын қосып қайтады өздеріне деген сияқты. Ал бұл жаңа Қасекең қасындағы фабрика, өзінің сумка фабрикасы бар жігіт, Қытай жігіт. Ол да осылардан келіп қарап көшіріп отыр. Негізі қанша жерден фото түсіруге болмайды, видео түсіруге болмайды деп айтқан күннің өзінде де көшіретін нәрсе көшіріледі, алатын нәрсе алынады ғой негізі. Модель емес, мына материал жағынан да моды болатындар болады. Қазір көрсетім. Мысалы, биылғы моды материалдар, мысалы мынандай джинси материалдар. Жақында шығып жатқан. Сөмкенің өнігін рең жағынан айтатын болсақ, анандай реңдер, мынандай реңдер биыл енді осы күздік мода болып жатқанда. Көктемдіктерге осы жеке қазақ емес, барлығы дүние жүзіне де. Биыл осы маусымда, биылғы жылда, жазда, одан қыстағы мода болып жатқан реңдер сол. Жалпы тек қана былай айтқанда Қазақстандағы бір саудагерлердің, автовектердің сұранысын ғана беріп қана қоймай, сіз өзіңіз былай айтқанда ой қосасыз ғой, мынау дұрыс емес, мынау өтімдірек болады, осы қазір мода болып жатыр деген сияқты. Яғни ат салысып қана құр алып беріп саласа алмай, ат салысасыз былай. Енді ол жеке бір жақ ақша табады, мен сол жолген ақша табам деп ойламаймын. Біздің енді ары қарай жұмыс жасауымыз 1 жыл, 10 жыл, бір ұрпақ кетуі мүмкін. Соған жұмыс жасау керек қой. Бүгін жасасам болды, бітті деген әңгіме жоқ. Ары қарай соны дамытуға күш салу керек қой. Тамаша. На перспектива дейді ғой, былай айтқанда, кішкене алдағы уақытты ойлап отыр. Бір реттік қана пайданы ғана көздеп емес, 100 реттік, 1000 реттік сауда жасайтындай. Ал енді банкта сен өзің айттың ғой, пайданы қалай деп.
Ол енді мен 100 юан қосам ба, $100 қосам ба. Жалпы сол халыққа ұнау керек бұл нәрсе. Халық ұнатпаса, ол біз қанша пайда қосқанымызбен бекер. Далаға жүгіргеніміз. Алдымен халық, сол жердегі адам ұнату керек. Сонда ғана ары қарай жұмыс болады. Көп кісілер ойлайды, енді төте заваты бар деп ойлайды. Осыдан кішкене бір түсінік бере кетейік. Бұл заватта әдетте екі түрлі болады. Өздері зават ашады, заваттан алады. Оның барлығы зават емес. Мысалы, мантағы кешегі көрмемізде де, базарда аралағанымызда да кейбіреуінде зават бар, өздері жасайды. Кейбіреуінде енді басқа елдерден алады. Енді одан көретін пайдасы да ұқсамайды. Бұлай бола ма? Заводы бар адамның өзі, мысалы, кейбір заказдарды басшақтан ала салатын кездер бола ма? Ондай аз болады. Заваты өзі бар адамдарда модель аз болады. Өте аз болады оларда. Мысалы, оған идея көп қажет қылады ғой. Бір адам енді қанша жалғыздың, қазақта сөз бар ғой, жалғыздың шаңы шықпас деуші ме еді? Жалғыздың өні шықпас деуші ме еді? Сол сияқты жалғыз адамның шамасы шекті болады ғой. Ал енді аналар болса, енді бір қолдан алатын болса, енді ода енді модель көп болады. Енді ол кезде зават бір бөлек, сатушы бір бөлек. Ал енді заваттан аналар өз жасап қиып отырғандардың пайдасы онда өзіне қалатын көбірек қалады. Ал енді аналар, ой мынаны енді зават басқадан біреу басқа заваттан алды дейді, олардан енді пайдасынан аз қалады. Көп кісілер айтады, ой зават, мысалы мен өзімде заватым бар деп айтсам бола береді. Әбден шарт жағдайға толып тұр. Мысалы өзіміз жолында көтеріп апарып береміз десек де болады. Өйткені бізде енді бүгін істеме отырғанымыз жоқ қой, 10 жыл болды. Жолды да жасауға да болады, заваттың ролын ойнауға да болады. Мысалы қандай материалмен жасап береміз, қандай немен істеп береміз деген сияқты бәрі қолынан келеді. Ұйымдастыра аламыз дейсіз. Ұйымдастыра аламыз. Жалпы бұл Қытай кәсіпкерлері сізден пайда көрмесе де, аз пайда көрсе де, сізді күтіп алу, қонақ қылып шығарып салу, жалпы сізге деген жылы қарым-қатынасын үнемі сақтап қалады екен. Себебі олар қысқа ойламайтын. Осы жолы пайда көрмесем, келесі жолы тағы кішкене пайда көрерміз. Ол келесі жолы тағы жұмыс істеп кетерміз деген сияқты на перспектива ойлайды да, яғни алдағы уақытқа ойлайды деген сияқты. Ол жағын үмітпен, иә. Ол жағы былай айтқанда жаңағыдай сыйлап тұратын жағын өте керемет енді бұл кісілер клиентпен. Кішкене уақыт, аз уақыт жұмыс істесе де, бір реттік аз қандай пайдаға жұмыс істесе де, ана қонақ үйін жағы жасап беру жағы, сосын не жолға салып беру деген нәрсері өте жақсы дамыған дейді бұл кісілердің. Құрмет, өзінің жұмыс істеген адамдармен, серіктестерімен құрметі өте жоғары. Солай қасеке. Дұрыс. Бұл жақта $миллиард қалтасында бар Қытай қарапайым шортимен, тәпішкімен жүре беру мүмкін. Бұрынғысынша мінез ешқандай өзгермей, сізге деген жылы қарым-қатынасы қарым-қатынасымен. Бізде кішкене ол жағы біздің кәсіпкерлер үйрену керек деп ойлаймын да. Бәрі болмаса да бірең-сараң болады. Кішкене $10,000, $5,000 қалтасына бітсе болды уже. Адам танымай менсінбей деген сияқты. Қазақстан жақта біз бір рет осындай бір әйелге джинсы шалбар қарызға бердік та, мысалы. Ол өзі 70-80 мың юанның ақшасын өзі берді, қалған 100 мың юанға қарызға зат бердік. Алып бердіңіз затты? 100 мың юанға қарызға зат алып бердік та. Ол енді алатын кезде өте жалынған ғой, ойбай мені бір көтерсеңдер болды. Одан кейін мен сендерді мәңгі ұмытып қалмаймын деген.
Сосын барып алып затты сатып жергенен кейін Амин, Аллах акбар, үй соқтырған ғой бізде. Үй 3 этаж үй соқтырып жатырмын дейді ғой. Ұялмай. Мына Қытайдың қарызын сен жабасың ба, біз жабамыз ба деп. Сосын ала алмай қиналдық біз енді. Қатты қиналдық расын айтқанда. Қиналыс жарыянда бізде адамсыз салдық. Давай енді 10 мың юан ақша берейік, бір жігіттерді салдық. Барды дағы сол жақта Қазақстанда бір өзіміздің де бауырлар бар. Сол жігіттерді жіберіп еді. Сразу сол жерден суырып алып, машинесінің астынан тартып алып. Анда бір айға жеткізбей ақшаны бірақ аударды ғой. Енді мынау үйің құлайды деді ғой, салып атқан үйің. Сөйтіп ақшаны алдық та, екінші соның бірақ өшіріп тастадық. Сондай ақуалдар да бар. Өтірік айтады. Бүгін машинадан кетіп бара жатып, авария болдым деп өтірік айтады. Доғдырханада жатырмын деп өтірік айтады. Барса, жігіттер барса сап-сау, дүкенінде отырған. Осындай ақуалдар бар. Біз сеніп бергеннен кейін, одар да бізге сенімшілікті арттыру керек те мысалы. Ең менің мақсатым сол енді расымен. Олар да бір енді 80 мың юанның затын 80 мың юанның ақшасын төлеп 100 мыңның затын алып беріп отырмыз, өзің ойла. Біз онан артық алып беріп отырмыз. Сондай жағдайда мысалы. Жалпы қарызға заводтан шығарып беруге мүмкіндік бар, бірақ сенімді адамдарға ғана, үнемі сауда жасап жүрген адамдарға ғана, үнемі заказ беріп жүрген адамдарға ғана қарызға алып беруге болады. Бірақ кейде осындай жағдайлар болып тұрады екен. Бірден мысалы маған қарызға зат жібер деген әңгіме негізі онша дұрыс емес екен, ол жүрмейді былай айтқанда. Заводтың да сеніміне кіру керек, мына жігіттермен де сенімді болу керек, чтобы жігіттер де сізге сенімді болу керек деген сияқты да мысалы. Қасекең де, Бөкең де осы жақта тұрады екен арнайы. Немесе айтпесе негізі қожалық, үрімжілік жігіттер ғой. Қара шаңырақтары бәрі сол жақта. Бірақ арнайы осы жақта пәтер жалдап осы жақта тұрады екен. Мысалы Қасекең Пекин жақта тұрады, себебі Пекин жақта сөмке өндірісі өте жақсы дамыған, сол жақта сөмке майысатын болғаннан кейін сол жақтан жақын жерден барып көріп, тексеріп, сал жібергенге, мысалы да, көз жеткізіп сал жібергенге. Бөкең осы Гуанчжоуда тұрады екен. Гуанчжоудың маңайындағы жағы заводы бар, киімі бар, басқасы бар. Өз көзімен көріп, тексеріп сал жіберу үшін да, мысалы. Осындай мүмкіндіктер бар екен. Өздері сондай жағдай қарастырған екен. Көрмеге де бардық, базарды да араладық. Сөмкенің саудасы бойынша барынша максимал түрде ақпарат бере алдым деп ойлаймын сіздерге. Осы кімге қызық осы сала, жіберіңіз сол видеоны. Міндетті түрде лайк, комментарий. Осы еңбекті бағалап кетсеңіздер, кішігірім. Бағалау деген ол комментарияға жазу, лайк басу, подписаться ету, тарату. Осы біздің видеоларды тарату. Керек адамға, осы саламен айналысады деген адамға тарату.